Сәлем, қайырлы күн. Үлкен кісілер болса сәлем бердік. Бүгін мен кухнямды тазалап, посудаларымды жуып, газдерімнің үсті жаман болып кеткен ғой, соларды жуып аламын. Бүгінгі күн кетті, посудамызды жуып, уже шайып жатырмын. Посудаларды шайып аламын. Өйткені бүгін қыздармен жабылып тірлік істеп жатырмыз ғой біз. Бізге суббота базар болса қуанамыз. Өйткені осы қыздармен бірге істеймін. Қалған күндері полный өзім істеймін ғой. Көріп жүрсіздер видеода. Арнайы сіздер үшін түсіремін осы видеоны толық көріп, ақырына шейін көріп, комментарий басып, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Екінші қызыма қамыр ашытып үйретіңізші мама деп жүр ғой. Гәптен келсем, түнде қамыр ашытқан ғой пиццаға. Мектепке қамырын алып барған, сөйтсе апайларым мақтапты, күшті жұмсақ болыпты деп. Оны бірақ көрсетпедім. Мынаны нанның қамыры сәл көптеу өзім көрсетіп тұрмын. Былай істе деп. Өйткені бұл екінші мәрте ашытты ғой. Пиццаға бір ашытқан, кейін ертесіне нанға ашытқызып жатырмын. Қамыр өзінің қызығушылығы бар. Үлкен қызымның бұндай үйдің тірліктеріне онша қызығушылығы жоқ. Мынау қамыр, нан, тамақ дегендерге қызығады осылайынан. Өстіп қамырды ашытып, үйретіп жатырмын. Бүгінгі жұмысымыз осы. Ұндарды сал деп, иле деп. Уже илеп, біріктіріп. Сәл қаттылау қойыпты, бірақ сонда да болады. Бірінші істегенге жарайды деп, молодцы деп, папасы екеуміз қуанып қалдық. Осылай қызың өссе, осылай қолың босап қалады екен деп. Қамырды ашытып, үйретіп жатырмын. 6-шы класс оқиды әлі. 6-ны бітіреді құда қаласа. 7-ге өтеді. 6-дан бастап уже қамыр илеп, нанымызды жасап, ашыған қамырымыз ашып, нанымызды жасап, дайындап қойдық. Бүгінгі қызымның жұмысына 5. Маған ұнады. Наны да әдемі бір боласын борсақ істеп бердім балдарға. Жеп қойсын деп. Осы бүгінгі видеомызға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Мені кішкене қолдап, қызымды, мені